Қайырлы таң, қайырлы таң. Бұл таң ең ерекше таң. Дәл қазір сіз оянып, өзіңізге келіп жатырған сәт. Бұл тета қалып сәті. Сол себептен менің дауысым сіздің бейсанаңызға, түп санаңызға әсер етеді. Дәл қазір асықпай, терең дем алып, шығара бастаңыз. Демді алып, тағы да шығарып, және тағы да асықпай, 2-3 рет орындаңыз. Әр кезде сіз оянған сәтте, сізде таңдау бар. Сол аяқпен немесе оң аяқтан тұру таңдауы. Күнде, әр сәтте, әр сағатта, әр минутта, әр секундта біз бәріміз таңдау жасаймыз. Таңдау глобалды түрде маңызды сұрақтарға байланысты. Немесе таңдау минуттық таңдау болуы мүмкін. Сіздің ішкі қалпыңызға, күйіңізге байланысты да болуы мүмкін. Күнделікті сіз таңдау жасайсыз. Не ішесіз, не жейсіз. Не киемін, не қалаймын. Қалай өзімді ұстау керек, қандай болу керек. Қарым-қатынаста өзіңізді қалай әрекет жасауыңыз керек әртүрлі адамдармен. Осының барлығына күнделікті, әр сәтте, әр секундта сіз шешім қабылдай отыра таңдау жасайсыз. Өйткені сіздің қолыңызда шешу дәл қазір жабырқау немесе қуану. Күнделікті таңдауға қарамастан сіз таңдау бар сізде. Өз көңіл күйіңізбен қалпыңызды таңдауға. Сіз таңдау жасайсыз. Төсектен жақсы көңіл күймен немесе көңілсіз тұруға. Бүгін сәттілікке бағытталған адам ретінде болуға ма? Немесе ашу мен ренішпен толы адам болуға таңдау жасай аласыз. Сіз таңдай аласыз молшылықта өмір сүруге, немесе жоқ. Сіз таңдайсыз бақытты болуға, немесе бақытсыз. Күнделікті бақытты болуға таңдау жасаңыз деп сұраймын. Күлімсіреңіз. Сол сәтте ішіңізде қайғыруға жол болмайды. Бақытты күнделікті таңдаңыз. Бұл таңдау сіздің қолыңызда. Дәл қазір қолыңызға қараңыз. Қолыңызға қарай отыра, осы қолыңызбен басыңызды сипалауға болады. Дәл қазір сол қолыңызға қараңызшы. Сосын оң қолыңызға қараңыз. Сізге тек өзіңіз басыңызды сипалау ғана қалды. Ал енді қайта қолдарыңызға қараңыз. Қай қолыңызбен өзіңіздің басыңызды сипалауды таңдайсыз? Сол ма? Оң ба? Бұл таңдау өте оңай. Маңызды ішкі дүниеңізге мән беру. Қалай таңдау жасап жатқаныңызға. Тағы да айтамын, бұл таңдау өте оңай. Жасаңыз, сипалаңыз. Таңдаған қолыңызбен сипалаңыз. Сипалау арқылы сізге жағымды болуына мән беріңіз. Іштей өзіңізге сипалау жеткілікті деген сәтте өзіңізді тоқтатыңыз.
Дәл қазір терең дем алып шығарыңыз. Таңдау жасаңыз. Өзіңізге пайдалы, әр сәтте, әр секундта өзіңізді таңдаңыз. Өзіңізді таңдау бұл эгоизм емес. Өзіңізді таңдау бұл қабылдау және махаббат сыйлау өзіңізге. Құнды адам ретінде өзіңізді сезіну. Дәл қазір бақытты болуды таңдаңыз. Өз қолыңызда. Өмірге қуануды таңдаңыз. Табысты болуды таңдаңыз. Бұл сондай оңай. Осының бәрін қабылдау үшін тек таңдау жасау керек. Енді әрі қарай күнделікті өзіңізді таңдайсыз. Бақытты болуды таңдайсыз. Бұл өте оңай. Тек қана мына сөздерді айтыңыз. Мен бақытты болуды таңдаймын. Мен қайғыруды тоқтатуды таңдаймын. Мен таңдаймын реніштен бас тартуды. Ал енді асықпай керіліңіз. Дені сау денені таңдаңыз. Дәл қазір жаттығу жасауды таңдаңыз. Салқын сумен жуынуды таңдаңыз. Тап-таза мөлдір суды ішуді таңдаңыз. Дәл қазір бақытты және жақсы адам болып тұруды таңдаңыз. Өзіңізді таңдаңыз. Және жымиып күлуді таңдаңыз. Дәл қазір қайта керіліңіз. Және оң аяқпен тұруды таңдаңыз төсектен. Ал қазір тұрыңыз да тағы керіліңіз. Терең демді ала отыра шығарыңызда өзіңізге қаттырақ қолыңызбен шапалақтаңыз. Дәл осы сәтті, осы өмірді позитивті көңіл күйде болуды таңдаңыз. Ал мен, Жанар Смайыл, сізге өте ерекше, сәтті және қуанышты бүгін күн болуын тілеймін. Ертең кездескенше.